Сәлем, бүгін осындай өте дәмді және оңай жасалатын картопты ірімшікті лепешкалар дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, бағалап өтіңіздер. Құрамы описание бөлімінде бар. Ең бірінші картоптарымызды ашып, суық суға салып, қайнатып пісіреміз. Содан кейін оның үстінен бұрыш, тұзымызды салып, езіп пюре жасаймыз. Арнама тіркеліп, жаңа рецепттерді бірінші болып көру үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Оның үстінен сырды үккіштен өткіземіз. Және ұнымызды қосамыз. Осылай қамыр илейміз. Лайк басып қолдай отырыңыздар. Сіздерге оңай, ал бізге өте қуанышты. Міне осындай қамыр сияқты болады өзі. Және осылай илеп алғаннан кейін мұны бөліктерге бөліп, домалатып алып, жая бересіздер. Жай ғана жаю керек, себебі бөлініп кетуі мүмкін. Осылай бөліп жаямыз. Табаны қыздыруға қойып қойыңыздар, және оған май құймай осылай апарып салып пісіре береміз. Асты қызарғанша бір бетінен және екінші бетінен дәл солай 2-3 минуттан ғана кетеді. Содан кейін әкеліп, оның үстінен май жағып қоямыз. Сонда жұмсақ, өте дәмді болып тұрады. Міне біздің лепешкаларымыз дайын болды. Осылай бөліктерге бөліп, соустармен ұсынсаңыздар болады, немесе осылай да жей берсеңіздер болады. Баршаңызға рахмет. Жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Сіздермен болған Жұлдызай. Сау болыңыздар.